20 миллионға для себя күнделікке айдайтын қандай жақсы көлік алуға болады. Қалта теспейтін, в то же время тойға барсаң ұялмайтын, жолда қалдырмайтын, сатқан кезде бағасы түспейтін көліктер. Бірінші орында ең өз бағасына стоит көліктердің бірі ол BMW 540i, кузов G30. Движок B58, коробка 8-ступенчатый обычный автомат. B58 тарихтағы ең удачный мотор BMW-нің арасында. Бір отырсаң түспейсің. Алдын ала айтып қояйын, бұл топта Қытай мен Корея жоқ. Екінші орында мөлден бұзылмайтын көліктердің бірі ол жапондық Lexus ES 250-350 разница жоқ. 7-ші поколение, сәті түссе рестайлингін алған дұрыс. Асты биік, салон кеңдеу, жапондық жұмсақтығы керек болса, онда Toyota Highlander 70-ші кузов, 4-ші поколение. Ең бірінші 3/5 8-ступка автоматты іздеу керек. Ол табылмаса 2/5 гибрид планетарный коробкасымен. 4-ші орында Prado 150, бірінші рестайлинг 4 литр, екінші рестайлинг 2/7-ні ала беруге болады. Бұл көлікпен жердің бір жеріне барсаң да жолда қалмайсың. Традиция бойынша 5-ші орынды оқырмандарыма қалдырдым. Бірақ өз ойым Toyota Land Cruiser 200, бірінші рестайлинг 2012-ден 2015-ке дейін 4 литр. 20 миллион теңгеңіз бар болса, осы видеоны сақтап қойыңыз. Болмаса, қиналып, таппай жүрген достарыңыз болса, жіберіңіз. Көлік аларда міндетті түрде тексеруді ұмытпа. Ақ жол.